Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз кезекті ұбт есебін шығаратын боламыз. Ол олюм тақырыбына арналатын болады. Осындай пайдалы сабақтардан қалып қоймас үшін каналға тіркеліп басып қоятын болсаңыздар, қоңыраушаны жаңа видео шыққан кезде сіздер біліп отыратын боласыздар. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер 200 грамм олиумды бейтараптау үшін 164 грамм натрий гидроксиді жұмсалған болса, оның құрамындағы күкірт қышқылы мен ангидриттің массалық үлестерін тап дейді. Алдымен олиум дегеннің не екенін есімізге түсіріп алайық. H2SO4 нүкте SO3 ол нені білдіреді? Бұл жерде еріген зат бізде SO3 болып табылады, ал еріткіш H2SO4-ның құрамында су болмайды, иә? Олиумге қатысты есептер сан алуан түрлі болып келуі мүмкін. Енді осы олиумды бейтараптау үшін біз натрий гидроксидін қосамыз, иә? Натрий гидроксиді мен бұлардың әрқайсысы жеке-жеке реакцияға түседі. H2SO4 плюс натрий OH түзіледі. Натрий 2SO4 және су. Теңестіреміз. Енді олиумның құрамындағы екінші компонент бізде SO3, иә? Онымен де натрий әрекеттеседі. Натрий сульфаты және су түзіледі. Бұл реакцияны да теңестіріп қояйық. Енді қараңыздар, бізде натрий екі реакцияда да жұмсалып тұр. Оның жалпы массасы 164 грамм. Демек, біз бірінші реакцияда жұмсалған натрий OH-тың массасы мен екінші реакцияда жұмсалған натрий OH-тың массаларын қосатын болсақ, ол 164-ке тең болу керек, иә? Яғни N натрий OH бірінші реакциядағы плюс екінші реакциядағы қосқан кезде бізде 164 грамм болу керек. Сонымен қатар, бізге олиумның да массасы берілген. Олиумның құрамында H2SO4 бар. Ол бірінші реакцияда жұмсалса, SO3 екінші реакцияда жұмсалады. Демек, мұнда жазып қояйық. Бірінші реакцияда H2SO4 бар бізде. Екінші реакцияда не бар? SO3 бар, иә? Екеуін қосқанда ол 200-ге тең болу керек, 200 граммға. Яғни, осындай теңдеулер жүйесін алатын боламыз. Ол үшін біз олиумның құрамындағы бірінші компонент H2SO4-ті моль санын X моль деп аламыз. Екінші компонент SO3-ті біз Y моль деп аламыз. Жазамыз жерде. Күкірт қышқылының мольдік массасы бізде 98 грамм моль. Ал SO3-тің мольдік массасы 80 грамм моль. Яғни жазамыз 98 көбейту X, яғни бұл күкірт қышқылының массасын береді. Плюс 80 көбейту Y, бұл SO3-тің массасын береді. Бұл бізде 200-ге тең. Міне бір теңдеуіміз дайын. Енді екінші теңдеуді құру үшін бізге натрий OH-тың бірінші және екінші реакцияда жұмсалған моль сандарын табу керек. Ол үшін біз мына коэффициенттерге мән береміз. Күкірт қышқылы мен натрий OH бірдің екіге қатынасындай әрекеттеседі. 1 моль күкірт қышқылы мен 2 моль натрий OH. Күкірт қышқылының моль саны X болса, натрий OH-тікі одан 2 есе көп, яғни 2X моль болады. Келесі реакцияда SO3-тің моль саны Y болса, бұл жерде де коэффициент 1-дің 2-ге қатынасы, яғни мольдік қатынасы бұл. Онда бізде натрий OH-тың моль саны 2Y моль болады. Бізде натрий OH-тың моль саны 40 грамм моль.
Ендеше 40 көбейту 2х ол бірінші реакциядағы натрий H-тың массасын береді. Плюс 40 көбейту 2y ол екінші реакциядағы натрий H-тың массасын береді жұмсалған. Бұл бізде жалпы натрийдің массасы 164-ке тең болады. Міне осындай теңдеу жүйесін алдық. Ары қарай оны ықшамдау арқылы есепті шығарамыз. 80x плюс 80y тең болады 164. 98x плюс 80y тең 200. Екі теңдеуді ары қарай енді математикалық амал, екі теңдеуді бір-бірімен азайтамыз сәйкесінше. Мына екінші теңдеуден бірінші теңдеуді азайтайық. Сол кезде 18x бұл жерде 80y плюс 80y 0 болып кетеді ғой. 18x тең 200-ден 164 алатын болсақ 36 болады. Бұдан x тең 2 деген шамаға келеміз. X деп біз күкірт қышқылының моль санын белгілеген болатынбыз. Осыдан біз күкірт қышқылының массасын таба аламыз. 2 моль күкірт қышқылы бізде 196 грамм болады. Ары қарай бізге Y-тің мәнін табу керек. Ол үшін мына теңдеуді ықшамдайық. Бұл теңдеуді, мына бірінші теңдеуді, барлығын 80-ге бөліп жіберетін болсақ, бізде x қосу y тең болады 2,05 шығады. Осы жерден ары қарай y-ті табатын болсақ, 2,05 минус x болады. Тең, x біз жаңа таптық, 2-ге тең болды. 2-ден 0,5-ден қаламыз 2-ні, сонда 0,05 шықты. Бұл бізде SO3-тің моль саны. Ендеше SO3-тің массасын табатын болсақ, 0,05-ті көбейтеміз 80-ге. 4 грамм болады. Алдымен күкірт қышқылының моль санын табайық. Күкірт қышқылының массасы 196 граммды, олеумның массасы 200-ге бөліп, 100-ге көбейтеміз. Сол кезде 98 пайыз шығады. SO3-тің пайызын шығару үшін 100 пайыздан 98 пайызды азайта салсақ болады. Өйткені олеумның құрамында 2 ғана компонент бар. Олардың массалық үлестерінің қосындысы 100-ге тең болу керек. Демек 2 пайыз бізде SO3 бар. Сонымен есебіміздің жауабы осындай болады.